Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі пәнінен жаңа сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі сын есім. Оқу мақсаты: мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау, сөз таптарын ажырату, дара және күрделі сын есімді. Қандай әдемі гүл, сабағы ұзын екен, жапырақтары жап-жасыл, күлтелері тіпті әдемі екен. Ашық қызыл түсті гүл ашып тұр. Менің де бөлмемде осындай гүл болса, қандай әдемі болар еді. Жарайсыңдар балалар. Енді бейне баяндыға назар аударайық. Ай мектеп. Дана, не жазып отырсың? Мына суретке қарап, қызды сипаттап жазып отырмын. Қане оқышы. Бұл қыздың көздері шашы қара, ұзын шашын жайып қойған, маңдайы ашық, кірпіктері де ұзын, көздері үлкен, қастары жіңішке етіп сызылған, мұрны тік, беті сопақша, терісінің түсі ақ, тістері тегіс әппақ, жіңішке ерні қызыл түспен боялған. Мен сенің айтуың бойынша сол қыздың суретін салдым. Ұқсай ма? Жоқ, онша ұқсамайды. Неге? Мен жақсы суретші емеспін. Сен де жақсы етіп сипаттай алмадың. Өзіңіз ғой сала алмаған. Әйтпесе мен ештеңесін қалдырмай айтып шықтым. Дана, сен бұл қызды сипаттағанда ылғи дара сын есімдерді қолдандың. Меніңше, мұны дара емес, күрделі сын есімдермен суреттеген дұрысырақ. Аға, олардың айырмашылығын түсіндіріңізші. Сен қара, үлкен, жіңішке, ақ, ашық, тік, тегіс, әппақ, сопақша, қызыл деген сияқты сын есімдерді қолдандың. Мұндай бір сөзден ғана тұратын сын есімдерді дара сын есім дейді. Күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден жасалады. Мысалы мұнда қыр мұрынды, кең маңдайлы, бота көзді, қиғаш қасты, найзадай ұзын кірпікті, ат жақты ақ сары қыз бейнеленген. Иығына төгілген қара шашы жібектей жұмсақ екені байқалады. Көздері қарақаттай қап-қара, маржандай аппақ тістері түп-түзу, ерні күрең қызыл түспен боялған. Шынында да, күрделі сын есімдермен суреттегеніңіз әсерлі болды. Себебі адам бет пішінінің өзі күрделі ғой. Қайталайық. Дара және күрделі сын есім. Дара сын есім бір сөзден жасалады. Мысалы, қара, үлкен, жіңішке, ақ, ашық, тік, тегіс, әппақ, сопақша, қызыл. Күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден жасалады. Мысалы, қыр мұрынды, кең маңдайлы, бота көзді, қиғаш қасты, найзадай ұзын кірпікті, ат жақты, ақ сары, жібектей жұмсақ, қарақаттай қап-қара, маржандай аппақ, түп-түзу, күрең қызыл. Сонымен балалар, құрамына қарай сын есім дара және күрделі болып бөлінеді. Бір ғана сын есімнің сандық белгіні білдіруі. Мысалға, ақ, бойшаң, жасыл. Ал күрделі сын есім тіркескен және қосарланған сын есімнің сандық белгіні білдіруі. Ақ киімді,
қара торы. Оқушылар, енді оқулықпен жұмыс жасаймыз. 12-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқып, мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қоямыз. Байқоңыр ғарыш алаңы туралы энциклопедиядан біліп, қосымша мағлұмат аламыз. Келесі 13-ші жаттығуға назар аударайық. Сендер ғарыш алаңына бардыңдар. Ғарышқа ұшқалы жатқан ғарышкермен кездестіріңдер. Ғарышкерге қандай сұрақ қояр едіңдер? Енді бір-біріңе, бірің ғарышкер, бірің тілші болып, бір-біріңмен сұхбаттасайық. Енді балалар, дәптермен жұмыс жасаймыз. 14-ші жаттығу. Мына күрделі сын есімдерді қатыстырып, сөйлем құрап жазамыз. Жазған сөйлемдердегі сын есімдердің астын сызып, дара күрделі екенін айтамыз. Оқушылар, енді жұмбаққа назар аударайық. Өзі жап-жас мұрты бар, етпен сүтке ұмтылар, тастамайды жылы үйде, түкті тонын шұп-шұбар. Жұмбақты көшіріп жазып шешуін табамыз, сын есімнің астын сызамыз. Бұл сын есім қандай сұраққа жауап береді? Нені білдіреді? Мағынасы жағынан қай зат есіммен байланысады? Дара ма, әлде күрделі ме? Енді балалар, суретке назар аударайықшы. Суретке қарап, неше сын есім айта аласыңдар? Ал балалар, бүгінгі жаңа сабақта қандай жаңа сөздермен таныстық? Мен бірнеше сөз айтамын, сендер жалғастырасыңдар. Ақ қар, көк аспан, аласа үй, қызық кітап, әдемі қыз. Оқушылар, енді үйге 16-шы жаттығуды беремін. Осы берілген сурет бойынша мәтін құрап жазамыз. Енді балалар, кері байланыс берейік. Бүгінгі сабақта не білдің? Не үйрендің? Сабақ сіздерге ұнады ма? Осы 5 саусақ әдісі бойынша өз пікірімізді қалдырамыз.